Жұрттың бәрі бірдей бақытты деп кім айтты саған? Жақындай кетсең, бәрінің де өмірге назы бар. Қарындасым, сен әлі жассың. Алдыңда қандай бақытты сәттер мен қуанышты күндерін күтіп тұрғанын білсең ғой. Сен бұл өмірге одан бетер ғашық болар едің. Мен сенің оқу бітіргеніңді, өз азаматыңды кезіктіріп, тұрмыс құрғаныңды көргім келеді. Одан кейін құрсағыңа жан бітіп, сәбиіңді дүниеге әкелсең, одан асқан бақыт бар ма? Бірақ ол бақытқа жету үшін бозбалалық кезеңнен адаспай, сүрінбей өтуің керек. Өмірде бәрі біз қалағандай бола бермейді. Егер қаққан әрбір есік бірден ашыла кетсе, ешкім үміттің, сабырдың және тілектің қадірін ұқпас еді. Тіпті мына өмірдің де мәні болмас еді. Дәл қазіргі сен үшін маңызды болып көрінген сынақ, уақыт өте күле отырып еске алатын сәттер ғана болып қалады. Сондықтан дәл қазір қателеспе, сабыр қыл. Бұл өткінші кезең, уақытша. Ол да өтеді, кетеді. Ал егер қателессең, екі дүниеде де сорлап қаласың.